أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Досым, сабағымызды жалғастырайық. Өткен сабақта Исра оқиғасы мен Миғраж оқиғасы айтылды. Жалпы Аллах Тағала Құранда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламдың дәрежесін басқа пайғамбарлардан өте биік еттім. Өйткені ешбір пайғамбар бармаған жерге пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өтті. Таң атты, Құрайштықтарға барлық болған оқиғаны айтып берді, бірақ ешқайсысы сенген жоқ. Барлық сахабалар сенді. Ясриб деген қаладан, Мәдина деген қаладан 6 жігіт келіп, олардың басшысы Асхаб ибн Зурара 621 жылы келіп, Аллаға серік қоспауға, ұрлық жасамауға, зина істемеуге, туылған қызды өлтірмеуге, жазасыздан бәле жаумауға серт беріп, өздерімен бірге Құранды үйретсін деп Мусғаб ибн Умайр деген сахабаны таңдап Мәдина еліне алып кетті. Мәдинаның әрбір үйіне кіріп, Мусғаб ибн Умайр әрбір адамды ислам дініне шақырды. Ол жақта мұсылмандар көбейе бастады. Мәдина елінде адамдар ислам дінін көп қабылдап, жалпы 73 ер, 2 әйел болып Меккеге қажылық етуге келіп, түнделетіп Аббаспен және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен кездесіп, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан серт алды. Олар өздерімен бірге пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды Мәдина еліне көшіріп алып кетуге ниеттеніп келгендерін толығымен айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: көңілдерің болғанда да, көңілдерің болмағанда да Аллаға және маған құлақ асасыңдар. Қиыншылықта да, барда да, жоқта да Алла жолында жұмсайсыңдар. Шариғат жолында барлығына келісуге, қайтарылған заттан қайтуға, дін немесе Алланың елшісіне айып тағылған кезде Алла үшін діннен қайтпай қызмет етуге, өзіңді, бала-шағаңды қалай қорғайтын болсаң, мені де дәл солай қорғауға сендер серт бересіңдер ме деді. Содан кейін, егерсе біз серт берсек, оның оғында бізге не бар деп Кағб ибн Малик айтты. Онда сендерге жәннат бар деді. Барлығы сертті қабылдасып, өз елдеріне қайтып кетті. Жалпы Құрайш мүшриктері, Меккенің мүшриктері, дінді қабылдамаған адамдардың барлығының көкірегінде қорқыныш ұялай бастады. Мына елдің билігін Мұхаммед алып кететін болды. Ол барлық адамдарды өзінің дініне кіргізіп, біздің дінімізден бас кештіріп, барлық сауда керуені, басқа да пайдалардың барлығы Мұхаммедке кететін болды. Сондықтан да біз Мұхаммедке бір айла жасау керекпіз деген мақсатпен мүшриктердің ең үлкен деген басшылары жиналыс жасады. Мәжіліске Йемен елінен бір қария кісі келді. Бірақ ол негізі шайтан болатын. Қарияның келбетінде келген. Сол кезде Әбу Әсуат деген кісі айтты: оны жер аударып жіберейік, басқа жаққа жіберейік деді. Йеменнен келген адам: жер аударсаңдар, сол жерде күшейіп, сендерді жерлерінен қуып шығады деді. Екінші, Әбул Бухтари: темірмен құрсаулап өлтірейік деді. Сонда жоқ, Йеменнен келген кісі: қате, сахабалар бүткіл затын пида етсе де оны құтқарып алады деді. Әбу Жахил: онда әр әулеттен бір үлкен адам шығып, оны қылышпен ұрып өлтірейік деді. Сонда Йеменнен келген кісі: мына кісінің айтқаны дұрыс деді. Сонымен ең алғаш рет пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды өлтіруге Сафар айының 26-шы түні ойласты. 27-ші түні Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға осы болған оқиғаның барлығынан хабар берді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің орнына Әли деген інісін жатқызып,
ол өзінің үйінен түнгі уақытта шығуға дайындалды. Одан алдын Әбу Бәкір мен барлық жолды күндіз ойласып сызбасын сызды. Жолға керекті заттың барлығын Әбу Бәкір дайындады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үйінен шығар кезде 11 әскері тұр екен. Ясин сүресінің аяттарын оқып, 11-нің басына топырақ сеуіп үйден шығып кетті. Әбу Бәкірдің үйіне барып, артқы есігінен сәуір үңгіріне кетті. 11 әскер ұйқыларынан тұрса, үйге кірсе, үйде Әли жатыр. Сонымен Әлиді ұрып босатып, үйден жүгіріп шығып, Әбу Бәкір, яғни оның жан досы сол ғой деп оның үйіне барса, есікті Әсма ашты. Әсмаға әкең қайда деп айтты. Әсма, мен білмеймін қайда кеткенін деді. Бұлай тұршы деп Әбу Жахил жүгіріп барды. Әсманың құлағынан бір-ақ ұрды. Сол кезде құлағындағы сырғасы жыртылып ұшып, қатты қан ағып, Әсма қатты жылап қалды. Осы уақыттан кейін бүткіл мүшриктердің үлкендері 100 түйе, кім бізге Мұхаммедті алып келіп беретін болса, оған 100 түйе береміз деп, бүткіл Меккеге, бүткіл елге осы сөзді таратты. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам біздің ізімізді танып қоймасын деген мақсатпен аяғының шетімен жүріп, екі аяғының шеті қатты ауырып, аяғының терілері сыпырылып түсіп қалған. Сонымен Сәуір тауына кірмей тұрып, Әбу Бәкір кіріп, ішін бір барлап шығады. Ішінде ешқандай жәндік, зиянкес заттар жоқ бекен деп, тесік жерлердің барлығын тастармен, өзіндегі маталармен бітеп шығады. Сосын екі тесік ашық қалды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға кіріңіз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты шаршап ұйықтап кетті Әбу Бәкірдің аяғына отырып. Әбу Бәкір жаңағы екі тесікті жабу үшін өзінің аяғымен тіреп отырды. Және бір кезде сырт жақтан бір зиянкес жәндік жылан келіп, Әбу Бәкірдің аяғын сырт жақтан қатты шағып, қатты ауырған соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оянып кетпесін деген мақсатпен шыдай алмастан көзінен жас шығып кетті. Жас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мүбәрәк бетіне тиді. Бетіне ыстық жас түскенде еріксіз оянып кетіп, досым, саған не болды дегенде, зиянкес шағып алды-ау деймін дейді. Сол кезде өзінің мүбәрәк түкірігімен жаңағы Әбу Бәкірдің аяғына жағып, Аллах Тағала сол кезде Әбу Бәкірдің аяғын толығымен жазылып кетіпті. Сәуір тауында 3 күн 3 түн түнеді. Тамақты Әбу Бәкірдің ұлы Абдулла түннің 3-тен 1-інде шығып хабар беріп отырды. Таң ата оның жолын Амр ибн Хурайра ізді жасыру үшін жаңылдегі қойларын бағып отырды. Ал түстен кейін Амр ибн Хурайра жаңылдегі қойларды сауып, сүтті сол жерге беріп кетіп отырды. Және оларға көбінде тамақты Әсма деген қызы тасыған. 3-ші күні енді шығайын деп жатқан кезде Меккенің мүшриктері қатты жақындап қалғанын көріп, Әбу Бәкір қорқып кетіп, «Я Алланың елшісі, олар бізге қазір еңгесе болды, бізді көреді» дегенде қатты қорыққанда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға: «Уа досым, ентігіңді бас, уайымдама, 3-шісі Алла болған кісілер туралы не дейсің?» деді. Дәл сол кезде құстар ұшып келіп ұя салып, өрмекші өзінің ұясын сол жерге тікті. Сол кезде Құрайштың мүшриктері мына жерге адамның кірмегеніне қай заман болған деп қайтып кетеді. Осыдан соң олар ол жерден шығып, бұларға қой бағатын Әбу Бәкірдің жалдамалы құлы олармен бірге қосылады және Амр ибн Мухайра деген жалдамалы құлы 2 түйе алып келіп береді. Жүйрік түйені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның құнын төлеп мінді. Сәске уақытына дейін жүрді, кішкене демалып алды. Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сол жерде жүріп қой бағып жүрген қарап
қой бағып жүрген баладан қойдың сүтің бар ма деп сұрады. Сонда сол жердегі бала сүтті саууға рұқсат берді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі сүтті сауып, барлығы тойып ішті. Жалпы жол бойында күллі әлемге тарағаннан кейін бір жиналыста отырғанда Сурақа ибн Малик деген адам екі адамның қатты іздеуде болғанын, оның бірі Мұхаммед екенін және оған 100 түйе тігілгенін естіп алып, дәл осылардың жолына түсіп, арттарынан қатты атпен қуып жетіп алады. Атымен қатты қуғаны соншалықты атының екі аяғы жердің астына кіріп кетеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қатты дұға етеді және ол атының аяғын қатты шығарған кезде тіптен топырақ аспанға дейін жетеді. Сонда ол біледі, бұл тегін адам емес деп артынан қайта қуады. Бірақ жаңағы оқиға 3 рет қайталанады. Аяғы жердің түбіне дейін аттың аяғы кіріп кетеді. Әрең дегенде шығарған кезде топырақ аспанға дейін тамшылары шашылады. Болдым, зиян бермеймін, тоқтаңдар дейді. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, егер де осы деректі ешкімге айтпасаң, мен саған Кисраның жүзігін тағып беремін деген. Кейін біраз уақыт өткеннен кейін Омардың патшалығының кезінде Кисраның жүзігі осы Сурақа ибн Маликке тағылған екен. Жолдан Умму Мабуд деген әйел кісінің үйіне барып, біраз дем алып, мүлдем қысыр қалған қойды сауып, жақсылап сүттерін ішіп, болған жағдайды жаңадегі әйел өзінің жолдасына айтып береді. Жалпы осылай жолмен кете береді. 11-12 күн жол жүреді. Құба деген жерге келеді. Мәдинаға кірген жылдан бастап хижреттің санау жылдары басталады. Құба деген жерге 23 қыркүйекте келді және сол жерде мешіт салды. Мәдинаға өте жақын жерде. Келесі дәрісте кездескенше досым.